Байқайсыздар ма? Қазіргі заманда бәрі ақылды. Бәрі оқыған, тоқыған, доп лақтырсаң әйтеуір бір данышпанның басына тиеді. Бірақ сол білгенімен бөлісуге келгенде, білгенін айтуға келгенде, көкірек шіркін сайрап тұр, қызыл тіл оны байлап тұрдың кейпін кешеді. Сонда бұлай қарап тұрсаңыз, қызық, е? Сіз көп білесіз, көп оқығансыз, бірақ оны айта алмайсыз. Білгеніңізді жеткізе алмайсыз. Неге? Енді сізді қойып балаңызға келейік. Балаңызға сабақ оқы дедіңіз. Балаңыз сабағын оқыды. Мектепке барып, оқығанын айта алмай қалады. Неге? Осы жерде мойындайықшы, достар. Бұл көпшілігімізде кездесетін өзекті мәселелердің бірі. Біліп, білгеніңді айта алмау өте қиын. Балаларда да дәл солай. Егер білмей, барып, мектепте төмен баға алса, оған ренжімейсің. Өйткені өзі кінәлі. Ал бірақ үйде оқып, дайындалып, барып, білгенін айта алмай екі алып қалса, әрине, өте өкінішті. Достар, бүгін бізде 10-шы сабақ. Кішігірім юбилей десек те болады. Бүгінгі сабақта мен сіздермен өте өзекті мәселелерге тоқталатын боламын. Сонымен сәлем. Менің есімім Мадина, мен актриса әрі педагогпын. Бүгін 10-шы сабақ, осы сабақты соңына дейін көріп, сөздік қорыңызды байытып алуға мүмкіндігіңіз бар. Арнадан алыстамаңыз. Сөздік қорға келетін болсақ, елестетіңіз, мен сізге өте қарапайым мысал келтірейін. Жалпы, сөздік қордың екі түрі бар. Біреуі активный, яғни белсенді, екіншісі пассивный, яғни белсенді емес. Енді қараңыз, активный, яғни белсенді сөздік қорды, мысалы, үйіңіздегі ашық сөре деп алайық, полка деп алайық, е? Ал пассивті сөздік қорды сандық деп алайық. Енді қараңыз, сіздің заттарыңыз сөреде де тұр, және сандықта да тұр. Сіз қайсын күнделікті алып жиі қолданасыз? Әрине, ашық сөреде тұрған заттарды жеңіл алып күнделікті қолданасыз. Ал сандықтағыны ұмытып та кетесіз. Солай ма? Ойлай беріңіз, сандыққа көп зат сыя ма, әлде сөреге ме? Әрине, сандыққа. Сандыққа біз әдетте тойбастардан келген шапандарды, ескі маталарды, сондай бір дүниелерді қат-қабат етіп салып, аузын жауып қоямыз, е? Ал сөреге күнделікті қолданатын заттарды қоямыз. Сол секілді сіздің сөздік қорыңыздың ең маңызды, ең құнды бөлігі сіздің пассивті сандықта қалып қойған. Енді сол пассивті сандықтағы құнарлы сөз байлығыңызды бізге сөреге шығару керек. Сол кезде сіздің сөздік қорыңыз байиды. Белгілі бір саланың маманы болсаңыз, өзіңіздің салаңызға байланысты терминдер бар. Сол терминдерді күнделікті жұмыста көбірек қолдануға тырысыңыз. Бұл да сіздің сөздік қорыңызды байыта түседі. Әркімнің осыған дейін оқыған кітаптары, статьялары бар, фразалары бар. Өзіңізге сол кітапта ұнаған фразаны, болмаса ол жердегі бір әдемі сөз тіркесін өмірде неге қолданбасқа? Неге әңгіме арасында сол бір өзіңізге ұнаған сөздерді қосып сөйлемеске? Сол білгеніңізді қопарып, күнделікті сөзіңізге қосып сөйлегенде сіздің тіл байлығыңыз байи түседі. Сөздік қорыңыз кеңейе береді. Осы жерде екі топты қарастырайық.
бір топта сандықтары бар, ол сандықта сөздік қорлары пассивті болып жатыр, ал екінші топта ондай сандық жоқ. Олар бұған дейін кітап оқымаған, және оларда қопаратын сөздік қоры жоқ. Демек, оларға не істеу керек сонда? Бірінші топтағыларға сандықтарын қопарып, сол жердегі түйген, білген оқығандарын күнделікті алып, қолданып, өздерінің сөздік қорларын күн сайын байыту керек. Ал енді сандықтары жоқ, сөздік қорлары жоқ адамдарға көбіне кітап оқуға кеңес беремін. Кітап болғанда да көркем әдебиет кітаптарын көп оқуға тырысыңыз. Ол жердегі сөз тіркестерін есіңізге сақтаңыз. Есіңізге сақтай алмайтын болсаңыз, қойын дәптер бастап, сол жерге әдемі сөз тіркестерін, цитаталарды, фразаларды, әдемі бір өлең жолдарын, болмаса бір елең еткізген мақал мәтелдерді өзіңізге тізіп жазып алыңыз. Соны күнделікті оқу арқылы жадыңызға сақтап, соны қолданып, сіз де өзіңіздің сөздік қорыңызды байыта аласыз. Достар, кітап оқудың да өзінің мәдениеті, өзінің ережесі бар. Мен сіздерге қандай болсын кітапты, қандай статьяны, қандай жазбаны болмасын, дауыстап оқуға кеңес беремін. Дауыстап оқу арқылы сіз бір жағынан өзіңіздің дауысыңызды тыңдап үйренесіз. Одан кейін жадыңызға дауыстап оқылған мәлімет тез жатталады. Бірден том-том кітап оқып кетуге мүмкіндігіңіз болмаса да, кішкентай әңгімелерді оқып бастаңыз. Күн сайын үздіксіз 2-3 әңгімеден оқып, жадыңызға сақтап отырсаңыз, оның өзі сіздің сөздік қорыңыздың байуына үлкен себебін тигізеді. Күнделікті сіздің оқыған әңгімелеріңіз, мысалы, қайтадан сандықтың түбіне, пассивті сөздік қорына айналып кетпес үшін, сіз онымен бөлісуіңіз керек. Әңгімелеп беріңіз. Сол білген түйгеніңізбен, айналаңызбен бөлісіңіз. Сол кезде ол активті сөздік қорына айналады. Жарайды, сандығы барлар, сандығы жоқтар деп ересектермен бәрі түсінікті деп ойлаймын. Енді балаларымызға қалай көмектесе аламыз? Қалай балаларымыздың сөздік қорын байыта аламыз? Балаларымыздың жас ерекшелігіне байланысты олардың оқыған кітаптары да аз болуы мүмкін. Бірақ олардың да сөздік қорын байытып, білгендерін айта алатын дәрежеге жеткізуге болады. Дәл қазір ересектерге де, балаларға да пайдасын тигізетін керемет тәсілмен бөлісетін боламын. Оған дейін менің осы еңбегімді елеп, каналыма тіркеліп, лайк қойып кетсеңіз, мен сізге дән риза боламын. Балаңыздың сөздік қорын байытпас бұрын, балаңызбен бір эксперимент жасаңызшы. Балаңыз қазір телевизор көріп отыруы мүмкін. Жаныңызға шақырыңыз, одан кейін көрген мультфильмін болмаса фильмін қысқаша нақты айтып беруін өтініңіз. Балаңыз дуф деді, буф деді, бідіш деді, дүдіш деді, одан кейін деп айқайлады деп, эмоционалды түрде сізге айтып беруі мүмкін, бірақ болған оқиғаның өгей-шүгейіне дейін сізге жеткізе алмайтынына менің көзім жетіп тұр. Баланың сөздік қорын байытпас бұрын, баламыздың осыған дейін білетін сөздік қорын айтып жеткізуіне мүмкіндік беруіміз керек. Қазіргі таңда ешкімге жасырын емес, бүкіл ата-аналар жұмыс басты. Балаларымыз сабаққа кетеді, сабақтан келгенде қалың қалай? Жақсы, бәрі дұрыс па? Дұрыс. Қарының тоқ па? Тоқ. Сабақ үй жұмысын берді ме? Берді. Міне, диалог осымен аяқталады. Баланың
таңнан кешке дейін басынан өткенін бүкілін өгей шүгейіне дейін тыңдап отыратын ата-ана аз. Мен бұл жерде балаңыздың сөздік қорын байыту үшін балаңыздың күні бойы басынан өткенін өгей шүгейіне дейін тыңдап отырыңыз демеймін. Бірақ тыңдаңыздар, ол да керек. Ал бұл жерде біз сөздік қор туралы айтып жатқаннан кейін, қазір мен беретін тәсілді күнделікті уақыт бөліп 5 минуттан жасасаңыз, балаңыздың сөздік қоры ақырындап кеңей береді, байи түседі. Сонымен кеттік. Баламыздың сөйлеуіне мүмкіндік береміз. Осы жерде айта кетейін, осыған дейін менің паразит сөздер мен паразит дыбыстарға арналған арнайы сабағым бар. Сол сабақты міндетті түрде көріп алыңыздар. Өйткені қазір сөйлеу барысында балаңыз сол паразит сөздер мен паразит дыбыстарды қолданбауы керек. Балаңызды жаныңызға шақырасыз, таймерді 3 минутқа болмаса 5 минутқа қосып қоясыз, одан кейін балаңыздың қолына кез келген затты ұстатасыз. Балаңыз паразит сөздер мен паразит дыбыстарды қоспай, сол қолына берілген заттың төңірегінде 3 минут болмаса 5 минут бойына әңгіме айтуы керек. Осы жерде кейбір ата-аналар, ой тәйірі, сода әңгіме болып па? Бір зат туралы 10 минут әңгіме айталамын деулеріңіз мүмкін. Айтып көріңіздер бірінші. Мысалы, дәл қазіргі сәтте менің қолымда қарандаш, мен осы қарандаштың төңірегінде әңгіме өрбітетін боламын. Бірінші оны сипаттаймын, сосын осы қарандаш туралы ойыма не келеді, соның барлығын тоқтамай, арасында паразит сөздер мен паразит дыбыстарды қолданбай әңгіме айтамын. Достар, қараңыздаршы, менің қолымда не? Бұл қарандаш. Қарандаштың түсі күлгін. Оның түсі менің көйлегіммен түстес. Маған осы күлгін түсті қарандаш өте қатты ұнап тұр. Бұл қарандаш ең әуеліде өте ұзын болған. Ол ұштала келе, осындай бойы қысқарып қалды. Бұл қарандаш ағаштан жасалған. Және бұнымен бояғанда түсі өте қанық болып шығады. Осы қарандашқа қарап отырып, менің ойыма бір дүние түседі. Қараңыздаршы, адамды осы қарандаш деп алсақ, адам өмірде неше түрлі қиындықтарға ұшырайды. Адам өседі, шыңдалады. Дәл сол секілді мынау қарандашта. Қарандаш жазуы үшін ол ұшталу керек. Ойлаңыздаршы, егер осы қарандашқа жан бітсе, ұшталған сайын ол қандай дыбыс шығаратын еді? Ол мүмкін шыңғыратын еді, қиналатын еді. Бірақ ол түсінетін еді. Ол ұшталмай, ешқашан жазбайды. Сол секілді адамдар да қиналмай, өспей, өзгермей, ешқашан жетістікке жете алмайды. Деген секілді. Мысалы, мен сіздерге мысалды ұзақ айтып, уақыттарыңызды алмайын. Дәл осы секілді сіз орындық болсын, кітап болсын, ойыншық болсын, қолыңызға не түседі, соны балаңызға беріп, сол заттың төңірегінде әңгіме өрбітуін сұрайсыз. Сөзді қорды байыту үшін ең алдымен кітап оқу керек деп мен тағы да қайталап айтамын. Бағанағы тәсіл әрине, ол да көмектеседі. Бірақ ең құнды қазынаның барлығы кітапта. Балаңызға мысалы күнделікті 5 мақал-мәтел жаттауды, немесе 5 жаңылтпаш жаттауды міндеттеңіз. Жаттаған бойда сыйлық алып беріңіз, ақша беріңіз, кішігірім бір тілектерін орындаңыз. Оның өзі балаға
мотивация береді. Сонымен достар, бүгінгі 10-шы сабағымызды қорытындылай келе, сіздерге айтарым: көбірек кітап оқыңыздар. Оқыған әңгімелеріңізбен бөлісіңіздер. Оны айтып беріңіздер. Балаларыңызға көбірек мақал-мәтел, жұмбақ, өлең жаттатқызыңыздар. Еркін сөйлеңіздер. Аман болыңыздар.